Химиялық формулалар бойынша есептеулердің келесі түрі күрделі заттың белгілі массасы бойынша құрамындағы элементтің массасын есептеу. Есеп массасы 49 грамм болатын ортофосфор қышқылының құрамында сутектің массасын есептеңіз. Бұл ортофосфор қышқылының формуласы H3PO4. Стихиометриялық қатынас құрамыз. Ортофосфор қышқылының құрамында сутектің 3 атомы бар екен. Еске түсірейін, стихиометриялық қатынас дегеніміз не? Стихиометриялық қатынас дегеніміз ол заттың құрамындағы элементтердің арасындағы сандық қатынастарын көрсетеді. Бұл есепті шығару үшін біздер кесте пайдаланамыз. Бұл кестеде мынандай шамалар орналасқан. Зат мөлшері ню моль, малярлық масса грамм моль, масса грамм. Енді олардың мәндерін жазайық. Ортофосфор қышқылының зат мөлшері 1 моль. Оның құрамында сутектің 3 моль бар екен. Ортофосфор қышқылының салыстырмалы молекулалық массасының мәні ортофосфор қышқылының малярлық массасына тең болады. Еске түсірейік, салыстырмалы молекулалық массаны қалай есептеу керек? Ол үшін біз әр элементтің атом санын сол элементтің салыстырмалы атомдық массасына көбейтеміз. Шыққан сандарды бір-біріне қосамыз. Сутектің атом саны 3, салыстырмалы атомдық массасы 1. Фосфордың атом саны 1, салыстырмалы атомдық массасы 31. Оттектің атом саны 4, салыстырмалы атомдық массасы 16. Енді қосамыз барлық сандарды. 98 шықты. Салыстырмалы молекулалық массаның өлшем бірлігі жоқ. Малярлық массаның өлшем бірлігі бар. Грамм моль, 98 грамм моль. Сутектің малярлық массасы сутек атомының салыстырмалы атомдық массасына тең болады. 1 грамм моль. Мында 1 деп жазамыз. Массаларын табу үшін зат мөлшері мен малярлық массаларды бір-біріне көбейтеміз. 98 грамм. 3 моль бірге көбейткенде 3 грамм шығады. Енді стихиометриялық қатынасты пайдаланып, біздер ортофосфор қышқылы мен оның құрамындағы сутектің массаларының қатынастарын таптық. 98 грамм ортофосфор қышқылының құрамында 3 грамм сутек атомдары бар екен. Пропорция құрамыз 98 грамм ортофосфор қышқылының құрамында 3 грамм сутек атомдары бар екен. Ал 49 грамм ортофосфор қышқылының құрамындағы қанша сутек болады екен? X грамм сутек. Осыдан X-тен 49 граммды 3-ке көбейтемізде 98 граммға бөлеміз. 1,5 грамм шығады. Жауабы сутектің атомдарының массасы 1,5 грамм екен. 49 грамм ортофосфор қышқылының құрамында 1,5 грамм сутек бар екен. Келесі есеп шығарайық. Массасы 45 грамм болатын ацетилсалицил қышқылының құрамында оттектің массасын есептеңіз. Ацетилсалицил қышқылы аспириннің құрамына кіреді. Оның құрамында оттектің 4 атомы бар екен. Бұл стихиометриялық қатынас. Бағанағыдай кестені толтырамыз. Ацетилсалицил қышқылының зат мөлшері 1 моль. Оттек атомдардың зат мөлшері 4 моль. Енді ацетилсалицил қышқылының салыстырмалы молекулалық массасын есептеп шығайық. Көміртек атом саны 9. 9-ды көбейтеміз 12-ге. 108 болады. Сутек атом саны 8. Салыстырмалы атомдық массасы 1. Көбейтеміз 8 шығады. Оттек атом саны 4.
салыстырмалы атомдық массаны көбейткен кезде 64 шығады. Ацетилсалицил қышқылының салыстырмалы молекулалық массасы 180, ал молярлық массасы 180 грамм-моль болады. Оны біз кестеге толтырамыз. 180 грамм-моль. Оттектің молярлық массасы оның салыстырмалы атомдық массасына тең болады. 16 грамм-моль. Кестеге көшіреміз. 16. Енді массаларын табу керек. 1 мольді 180 грамм-мольға көбейткенде 180 грамм шығады. 4 мольді 16 грамм-мольға көбейткенде 64 грамм шығады. Сонымен біздер мына стихиометриялық қатынас бойынша информация алдық. Және ацетилсалицил қышқылы мен оның құрамындағы оттектің массаларының қатынастарын таптық. Себебі осы қатынастар арқылы біз пропорция құрамыз. 180 грамм ацетилсалицил қышқылының құрамында 64 грамм оттек атомдары бар екен. Ал 45 грамм қышқылдың құрамында қаншама грамм оттек атомдары болады екен. X-тен 45-ті көбейтеміз 64-ке, бөлеміз 180-ге. 45 граммды 64-ке көбейтіп, 180-ге бөлеміз. Нәтижесінде 16 грамм шығады. Жауабы: оттек атомдардың массасы 16 грамм. 45 граммның 16 граммы оттек атомдары кіреді екен. Сонымен бүгін біздер күрделі заттың белгілі массасы бойынша құрамындағы элементтің массасын қалай есептеу керек екенін таныстық.